Достар, бүгін біз қосарлы ламбрекен жасаймыз. Бізге ол үшін қажет дублерин матасы қажет, және де паутина матасы қажет. Және бізге қосарлы болғандықтан бізге корольдік барқыт керек, және одан 2 түс болу керек. Ақ түс және күлгін түсті таңдап алдым. Және де бізге арқан қажет, сәндік үшін. Бізге лекаламыз қажет, өзіміз таңдап алған. Выжигатель, тас жабыстырғыш және де желімдеуіш пистолетіміз қажет. Сонымен қатар үтік және де кафель немесе әйнек қажет болады. Енді біз жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен біз қосарлы ламбрекен жасау үшін біз дублерин матасын жайып аламыз. Оң терісін белгілеп аламыз. Дублерин матасының біздің қолымызға кедергі келтіретін бұдыр жағын оң қарап жаямыз. Мына жер қолға кедергі келтіреді, мына жақ қолға кедергі келтірмейді. Осы қолға кедергі келтіретін бетін жайып аламыз. Енді оған өзіміз таңдап алған, мен таңдап алған күлгін түсті нені жаятын боламын. Бізге қажетті мынау қосарлы ламбрекеннің астына тігетін матаны дублеринмен қосып аламыз. Ол үшін матаның теріс оңын анықтаймыз. Біздің қолымызға кедергі келтіретін жағы теріс болады, ал былай кедергі келтірмейтін жағы бізге оң болады. Біз оң бетті жоғарыға қарай қаратамыз, яғни біздің оюымыз осылай түсу керек. Былай түсуге болмайды. Осылай жаямыз матамызды. Оның үстіне дублерин матамызды жабыстырамыз. Дублерин матасының да оң солын айырып алыңыздар. Біздің қолымызға кедергі келтіретін бұдыр жағы ішкі жаққа қаратасыздар, ал мына жағы сыртқы жаққа қарау керек, кедергі келтірмейтін жағы. Сол кезде мынау кедергі келтіретін жағы бізге клей болады. Сол біз үтікте емес, сол кезде жабысып қалады, матамен матаны жабыстырады. Үтікпен сықпай жаймен үтіктеп шығасыздар. Паутина матасын жаямыз. Паутина матасын жаямыз. Одан кейін оның үстіне ақ матаны жаямыз. Ақ матаны жаймас бұрын қайтадан оң терісін шығарып аламыз. Міне, мына жақ теріс, мына жақ оң. Мен былай қоямын. Оң бетімен қоясыздар. Біз алдыңғы сабақтарда сол бетімен қоюшы едік. Енді біз оң бетінен оямыз оюды. Міне, ою былай түседі. Мен өзіме ыңғайлайтып қойып алдым, сіздер де өздеріңізге ыңғайлайтып қойып алыңыздар. Міне біздің лекаламыз. Енді бұл сабақта ерекшелігі біз матаның сыртқы бетіне әуелі сызып алып, қаламмен, ручкамен сызып алып, сосын барып оюшы едік қой оюды. Енді біз бұл жолы ешқандай сызық түсірмейміз, себебі біз оң бетінен ойып жатырмыз. Оң бетінен ойған кезде сызығымыз көрініп қалады, қанша выжигательмен қисаңыздар да. Сол себепті бірден осылай қойып, бірден выжигательмен ойып шығамыз. Енді выжигательді 15 минутқа қосып қойып, содан кейін барып жұмыс бастайсыздар. Және оның үстіне паутина матасын жаясыздар. Содан кейін барып ақ матаны жаясыздар оның үстіне. Ақ матаны оң бетімен жаямыз. Біз алдыңғы сабақтарда сол бетімен жайған едік, енді осы жолы оң бетімен жаямыз. Себебі біз матаның оң бетінен оямыз. Және оң терісін шығарып аласыздар. Сосын оюды қойып, выжигательмен бірден ойып шығамыз. Өйткені бізде бұл двойной ламбрекен болғаннан кейін артқы бетімен емес, осы оң бетімен қойып оясыздар. Двойной ламбрекенге біз ақ түсті таңдадық оюды ою үшін, себебі оюды оюға ақ түсі өте әдемі көрінеді. Енді выжигательмен ойып бастаймыз. Осылай қағазды ұстап отырасыздар, лекаланы выжигательмен оясыздар. Өте ақырын жаймен оя бересіздер. Матаға ешқандай ручкамен немесе қандай да затпен сызбайсыздар, бірден жаңа айтқандай
выжигательмен оясыздар. Міне достар, біз ойып жатырмыз. Біз ойып жатқан кезде уже біздің матамыз бір-біріне жабысып қалып жатады паутинкамен. Сіздер қимылдатып алмаңыздар. Біздің оюымыз да тіпті жабысып қалған, міне. Біткен кезде қимылдамайды. Өйткені мынау пайкамен жұмыс істеген кезде өз сондай несі бар. Еш қиындықсыз жұмыс жасай бересіздер. Міне біз ойып болдық. Енді біз қағазды аламыз. Лекаламызды жәймендеп аламыз. Міне қараңыздар, лекаламыз сондай жабысып қалған даже. Бізде пайкамен жұмыс жасағанда солай болады. Оны жәймендеп алып алыңыздар. Жаймен жыртып алмай. Әр жерінен. Енді біз бастапқы жасаған мынау дублерин мен матаны қосқан матаны жаямыз. Оң бетінен соның үстіне ойып алған ақ оюымызды жаямыз. Жайып қоямыз. Былай тік бетінен қоямыз. Түгі былай болу керек. Мынау тік беті болу керек. Оң бетін қоямыз. Матаны. Енді дәл ортасын белгілеп алдық әуелі. Содан кейін марлыны қойып үстіне үтікпен үтіктеп шығамыз. Тура ортасына қойыңыздар. Ешқандай қисап қалмау керек. Мен осы матаға осылай сызып түсіріп алдым. Енді осы жерлерді қырқып тастаймыз. Достар, міне біз ойып жатырмыз. Міне. Осылай барлығын ойып шығамыз. Выжигательмен. Біз клип алған кезде осылай шықты. Жегінің барлығы осылай болу керек. Енді осыны біз жегін арқанмен сәндеп шығатын боламыз. Ол үшін біз желімді пистолетпен жасырып шығамыз. Міне достар, біздің қосарлы ламбрекеніміз осындай болып шықты. Арқанмен сәндегеннен кейінгі түрі осы. Енді осыны өздеріңіз қалауларыңызша тастармен сәндеп шықсаңыздар болады.